1350 шаршы метр асфальт бұзылып қайта төселетін болды. Түркістан облысы Сарыағаш ауданында жол жөндеу жұмыстары сапасыз жүріп жатқаны туралы әлеуметтік желіде бейне жазба тарады. Міне бізде ғана бар екен, асфальт салып отыр Сарыағаш ауданы Құркелес ауылдық округында. Битум құймай, міне асфальт істеп отыр. Бұны ешкім назарға алып жатқан жоқ, су шашып қояды. Ол су не болады? Ертең ол көтерілмеуіне кім кепіл? Осыған орай ұлттық сапа орталығы аталған нысанда сараптама жүргізіп, жол құрылысы жұмыстарының шынымен техникалық талапқа сай жүргізілмегенін анықтады. Атап айтқанда, Ақниет ауылында асфальт төселмес бұрын малта тасты құмды қоспаға битум импульсиясы себілмеген. Осыған орай ұлттық сапа орталығы тапсырыс беруші, техникалық қадағалаушы және мердігермен ақылдасып, төселген асфальтты қырып тастап қайта салу керек деген шешім шығарған. Нысан бойынша келесідей шешім қабылданған. Яғни 3350 шаршы метр төселген асфальтобетон жабын бұзылып, қайтадан жөндеу технологиясына сәйкес асфальтобетон жабын қайта төселінетін мердігер ұйымы 10 күннің ішінде келісім берді.